Assalamu alaikum aziz kulku şaydalары. Atвы телеканалында Қарақалпақша стендап. Hoş geldiniz. Мен не үшін aziz kulku şaydалары деп мынандай қылып, деп мош жығылып, күшеніп сөйлеп атпан. Себебі сондай шоу программаларды алып баратқан бастаушылардың бәрі сондай өзгеше қылып, былай күшеніп сөйлесе, жақсы алып барып атпан деп ойлайды екен. Әлбетте, шапалақ, қошаметлер. Ал бізде бәрі әпуайы, бәрі тәби. Атвы телеканалында Қарақалпақша стендап. Хош келдіңіз. Рахмет. Негізі растанам кейінгі уақытларына әріптелердің өзгергені ешкап деймен да. Мына сөздеріміздің айтылуы өзгерді ғой. Ведущийлар тыңлап отырып, мен ойланып қаламын да, біздер дұрыс сөйлеп жатқан бекемсе деп те. Болмас деді де. Машинада кетіп баратсаң, радиодан құтылуға кетіп жатыр да. Мысалы мынандай айтып берейін да. Мінекей бізге жетіп келген SMS хабарларменен таныстыруды давам етеміз. Достым Эленора деп та. Эленора деген оқтана деген әріп былай ширатылады ғой, былай бар ғой. Сөйтіп мені оқып отқан SMS-інде сөйтіп ширіп жазып жіберген шығар деп ойлаймын да. Мінекей туылған күніңменен жақын инсанларың, инсан деген сөз бар ғой, не деген деймін да. Адам деп айтуға болады ғой, жақын адамлар ғой, енді адам ғой. Мен инсан деген әдеби термин ғой, соны енді бір мен ойлаймын адам деген кішкентай уровень, инсан десе бір интеллигент болып қала ма деп ойлаймын да. Жақын инсанларының бақытына әрдайым аман бол. Туылған күндеріңменен ең жақсы тілеклерменен бір өмір сені hürmet етуші нұр дәулет деп қояды да. Дегеннің орнында бізде түсініп отырсыз аз бар ғой. Жақсы көремен деп жазып берген ғой SMS реально да. Жақсы көремен деген сөз жаман ба? Ал біздер де сіздерді жақсы көреміз. Соң үшін арнап шақырдық. Қош келдіңіз. Атвы телеканалы. Кезі мінекей ертең бір екі күннен кейін 1 апрель қайтан айтып жіберейін. 1 апрель съемка деген өзі сондай болады да. Кім бірінші рет съемкаға қатынасып жатыр? Кім мынандай телевидение оқ сондай болады. Бүгін сіздердің кіттай бекем нерв тілеймен да. Алдынан қатынасып жүргендер бар ма? қтб-ға съемкаға барып. Солар кіттай үйретіп, поддержка беріп отырамыз да. Алжасып кетсе, қайттан келіп, сөйтіп басылай береді ғой. Айтайын деген 1 апрель күлкі байрамы, бірақ неге демалыс болмайды? Себебі күлкі демалса болмай қалады екен да. Күлкі демалса біртүрлі ғой енді. Қайғылы мынандай болып жүресің да. Біздер күлкіні жақсы көреміз негізі. Бір анекдотқа 3 рет күлетін халық біздің халық. Естіген уақытта бір күлеміз, кейін түсінгеннен кейін деп және күлеміз. Кейін біреуге айтып беріп жатып күлеміз ғой, жаңа анекдотымыз бар ғой. Еді анекдот таусылмай жатыр, қосылып күліп бастаймыз да, кейін ой мынау түсінбей еле түсінбей отырыпты ғой деп та. Сол бір анекдотқа қайта күлетін халықпыз. Сондай мәдениетіміз бар. Жас өскен адам бір анекдот айтып отырсаң, алдын талай естің оны, шыдап отырасың ғой деп, бірінші рет естіп отқан деп. Өзің тайырлап отырасың, ана күлуге ана өтірікке. Не деген мәдениет қой енді. Кейін мынандай бір сөз бар, 1 апрель никому не вер дейді. Өтірік алдау күні дейді. Негізі 1 апрель күні адам алдай алмайсың. 1 апрель күні әмме тайырланып келеді ғой, мынандай. Алданбауға әрекет ет деп жүреді да, осторожный болып жүреді ғой, әмме напряженный болып та. Жыл давамында басқа күні қалегенше бір-бірімізді алдаймыз рас. Өміріміздің өзі өтіріктен құралған да, қара. Қалай, жақсы, Құдайға шүкір, негіз жақсы емес, кредиті бар басында бар ғой. Аз-маз мазамға негіз аз-маз емес, ұлыма анау диагноз оқсан қорқып кетесің анаң бар ғой. Ауырған сондай. Кейін бәрі өтірік та, кейін бір үйінің қасына, жүр үйге шай-пай ішіп кет. Содан яқшы тез жіберсен не олдасаң, темен демейтім ғой. Өтірік мұрат қой бәрі да, негізі. Рас, үйіңе келіп, 2 ауқат жеп, кейін қайтайын деп жатқан қонаққа қонып кет дейміз да біздер бар ғой. Құдайға шүкір олам түсінеді, яғау деп кетеді әйтеуір. Негізі бәрі растанан бәрі өтірік. Кішкентай балаларымызға өзіміз айтады, өтірік сөйлеуге болмайды деп. Бабай әкет, өтірік бабай жоқ, негізі бабай бар ғой. Неге өзіміздің баламыз келсе, бабай әкетемен түсі, жоқ деп алып қаласың ғой негізі. Бірақ бабай беріп жіберемен, өтірік та, өтірік айтпа дейміз да, бірақ өзіміз өтірікпен тәрбиелаймыз ғой. Кішкентай, даже туылғаннан бастап бар ғой, бөпе бір аш болып, бір мәмме сораған уақытта соски береміз да, кет аузына қоямыз да. Ішіне есі шықпайды, соски, просто соски да аузына тықамыз. О бейшара жаңа айбатпен сорып атады, бір сүт шығатын шығар, әне шығар, міне шығады. Өтірік бәрі да. Не деген өтірік?
Кейін өтіріктің көкесі телефон пайда болғаннан кейін бастады. Ал мұрат не қылдың қаяқтысың? Міне орақ қалқаға жақыладың. Бізде түсінеміз, уже ол қалқабаттан енді шығып жатыр енді ол. Өтірік бізде бір а не қылдың? Досик қақтасаң, дос. Міне бұрылып атпан деді ма? Значит, сол үйінде шкаптың алдында бұрылып жатыр ол бар ғой. Растанам, бәрі өтірік. Жаңадай, әйтеуір еш тағмас, әйтеуір тәуір болып кетесіз деп негізі врач қайтарып жіберген ғой енді. Енді бенделік медицина әлсіз деп та. 82-ге келген қарыда енді. Бірақ сонда да жаңағы, еш тағмай тәуір болып кетесіз, еле талай әумин, олан білтіп те енді жақынарда кетіп қалатын да. Но бірақ әйтеуір жақсы ниет үшін да өтірік сөйлей береміз да. Соның үшін мен айтамын да, неге өтірік деп қапа болу шарт емес. Себебі ялғаншы дүния деп данышпандардың өздері айтқан ғой, ялғаншы дүния деп та. Өтіріктің көкесі ең қиыны субботник деп болады ғой. Бір істеп атқандай болып көрінуің керек қой, жаңағы бар ғой, бірақ қиыны да сол бар ғой. От души істеген ол басқа да, бірақ істеп атқандай болып көріну қиын да ең ішіне. Ана класста болатын жағдай бар ғой, ең артта отырсаң, дейіп машинаның суретін сол үйге отырып, мұғалім кетсе таза бет тасып жіберіп жазып бастайсың ғой деп, кеткеннен кейін және сурет тап сондай ғой, субботнигім сондай да. Соның үшін еш өтірік деп қапа болмаң. Себебі ялғаншы дүния деген өмірдің өзі сондай да. Соның үшін азғана қысқа өмір, енді тым қысқа ғой енді өмір. Асып кетсе бір 90-80 жас шығар деп ойлаймын да мен да. Соның үшін бір кіттай өзіміз үшін тек қана 1 апрель күні емес, бәрқұлла күліп жүрейік. Байрам құтты болсын. Енді ортаға қазір сілердің қолдап қосылуларыңызбенен керек қой. Демек Қарақалпақша стендап біз давам етеміз. Сілердің қолдап қосылуларыңызбенен ортамызға бір ең бойы кішкентайдан бастадық. Негізі бойы ұзыннан бастайды, физкультурада біз стендап басқаша. Нұрсұлтан, шапалақ қошеметті. Barchaga salom. Mikrofonda olmasam bo'lmadi, endi bo'yim жетпейді. Өткенде бір үйдің қасында той болды. Енді той болғаннан кейін үйге құдашалар кірді, қонақ болып. Енді құдашалардың қолынан су алайық деп құмамен кірдім ішке. Құдашалардың ішінде бір 2008-дің қызы бар, мен танимын. Бірақ ол мен танымайды. Сөйтіп қолға су алып жатсам, 2008-дің қызы бетіме қарап тұрып, үлкен жігіт болды дейді да. Құмандағы суыт бетіне шаш жіберсең де отырған жерінде. 15 жасар қыз 18 жасар жігітке жігіт бол дейді. Просто обидно да. И бойы кішкентайлар көп еститұғын сөз сұмлығың басым екен дейді. Сіздердің сұмлығыңыз басым, содан кейін бойыңыз кішкентай дейді. Мен оны қораға тығып кетпесем. Түсінбейсің. Бізде бойы кішкентай болудың минус тараптары баршылық. Енді маршруттың алдына отыра алмайсың. Қыздарға арқайын сөйлей алмайсың. Бір қыз жақсы көріп қаласаң, бәрі бойы ұзын болып шығады. Енді плюс тараптары да бар. Маршрутқа мініп атқанда басың тұрып алмайсың. Сыймай қалсаң, айналып отырасаң, сол кезде тізең басыңа тиіп қалмайды. Енді бойы кішкентайлық деп атпан. Европада көп жігітлердің бойы ұзын болады екен. Қазіргі жігітлер Европа жігітлеріне еркелейміз. Европа тарапке, қазіргі жаслар. Европа менталитетіне ол қалай қызлар шашын қидырады, балалар өсіреді. Европада менталитет бар, біздерде де бар менталитет, Қарақалпақша. Қой құрсын деген, ұят болады деген. Кеше мен бәрін зерттеп шықтым. Европада бала туылса, оны еркін жіберіп қояды, өзінің диваны болады, жатады. Біздерде бала туылады, не қылады, бесікке байлайды. Уже шеклеу. И ол шайқатылады. Еле басы қатқан жоқ. Қазіргі балалар бесікте шайқатылып жатып қоса айтады, мен нараға де. Туалет іште, общем нараға де. Мамасы ұйқылады, қойшы. Енді Европада балалар уже 5 жасқа толғаннан кейін, олар әртүрлі өзінің қызыққан тарауларына барып басылайды. И көбейту кезде сондай затлар сорап басылайды. Біздерде 5 жасар балалар не қылады?
олар көшеде ойнап жүреді, лай ойнайды. И бір затты жұмыс келістіре алмаса, тым миге ішесің сен, ес затты білмейсің дейді. Миге іше болмай не болады, жаңағыдай беске шайғаннан кейін. И біздердің балалардан жаңағыдай бес сұрап жүрмейді, прям насвай сұрайды. Оларам жоқ затты... Оларам баста просто бет беріп жүреді, кейін рас беретін болады. Европада кейін балалар 15-ке шығады. 15-ке шыққаннан кейін не қылады? Олар арқайын еркін болғаннан кейін қыздармен сөйлесіп бастайды. Біздерде не? Сіз деп сөйледі батпан деп көрпешең астында айтады ғой. И біздерге айтады, ей, сен оқысаң адам боласаң, оқы дейді. Сөйтіп жүріп 26-ға келген кезде сұрайды, қызың бар ма деп. Ана бейшара үйінің айтқан қылып ақырында отырып қалады. Енді чувствойлар болса, әйтеуір сөйлеседі ғой. Кейін уже ер жеткеннен кейін һәмме ояқта Европада 6 айдан бір медицина көргіне өтеді, больницаға барып көрінеді. Біздерде қашан көрінеді? Біздерде қашан ауырасаң, кейін дәрі ішесің, кейін о дәрі тәсір етпейді, өтілесіп кетеді. Скорый шақырасаң, қашан скорый алып кетпейді, соған дейін жата бересің ғой. Скорыйдың келуі да бір үлкен бір қонақты күтіп алғандай ғой. Ауырып жатқан адам өзі тұрып кетеді ана жерде. Ай, нерге төсек сал, ана малды байла. Как будто анау үйге келіп, мына үйдің малы байланбаған, яқ қарамаймыз деп кетіп қалмайды ғой скорый. Мен өзімде сондай уақиға болды, тісім ауырды, жақсы ауырды, бір ай жүрдім шыдап, сөйтіп дәрі жедім, ақырында стоматологқа барайын қой дедім. Сөйтіп стоматолог тісімді қарап, пломб салып берді. Кейін маған айтты, 5-ші күн кел деді. Стоматологтың 5-ші күн кел деп айтқаны қазіргі уақытта 3 ай болды. Кейін бір апта өткеннен кейін мен уже пломбаны түртіп басладым тіліммен, түс қалмаймын екен деп. И ақыры ол түсіп қалды. Кейін тіліммен ойнатып жүрдім бұлай. Кейін орнына қайтан сап қойдым. Соға дейін естіпедім, пломбы жұтып қойып өліп қалды деген. Не болса да өздеріміздің денсаулығымызға қарап жүрек. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан. Рахмет. Шапалақ, қошеметтер. Зор, бүгін тамаша көйлерін басқаша бір энергичный да бір шапалақларам бір қайттан бір ұрып көріңізші, маған ұнап жатыр. Ой, рахмет. Рахмет. Кейін бір өткен сапар бір жігіт айтып та стендапта. Біздің Қарекең нағыз меймандос. Содан менде сұрау пайда болды. Не үшін біздер мейманды жақсы көреміз деген да? Расымен кейін ойлап қарасам, мейманды не үшін жақсы көреміз? Просто үйге мейман келсе бар ғой, бәрі нормально болып қалады екен ғой. Үйде папа мен мама ұрыспайды, бір күліп, кейін балаларым деп, жаңағы дастарханның басында, дастархан топ, таза кесталармен шай ішіп бастайсың. Зор да бір таза көрпеше салынады. Сен үйіңде, мен құсап үйленгендер болса біледі, үйіңе қонақ келсе бар ғой, өзіңді бір действительно сойдың қожайыны сезіп қаласың ғой. Нема, Айгүл, ауқатын не болды деп қоясың да былай, не? Бірақ негізі үйде өз-өзің болса, болды, өзім жылтып алып жібересің ғой былай, да? Мына қонақтың көзінше не, прикол тастап қоясың келіншегіңе, не деп. Олам күліп деп, ағасы деп, не? Зор да бар. Соң үшін біздер қонақ жақсы көреді екенбіз да. Соң үшін еркектер үйіне қонақ ертіп келе береді ғой, сіздермен ойласпайды ғой. Зор да үйде. Біреуіз барса қорқады, бағыр сестіп қалуы мүмкін. Балалар сірә қуанады, зор қонақ келсе. Соң үшін мен айтайын деген нағыз меймандос біздің Қарекең ғой. Ташкентскилер келсе сірә күтеміз, Ташкентке барсағам күтеміз да. Не деген меймандослық? Давам етеміз. АТВ телеканалында Қарақалпақша стендап. Біздердің қауындерлеріміз мебель орайы әнде Қырқыз рестораны. Бір қошеметтеп қойсаңыз. Мебель орайы әнде Қырқыз рестораны. Әй, сенің миыңда үйдің іші деген зат бар ма өзі? Үйдің іші? Ол не дегені? Мына үйге адам шақыру қой аласаң. Мебелердің сықылы мынау. Мебелді айтып атыр екен ғой. 21-ші ғасыр. Мен бейшара кірді ләгенге жуаман. Люстраны айтпай-ақ қояйын.
Filmsiz hakkında ağzımda da açmayman. Ana televizor degen toyumuzun vaqtida televizor. Miyim aylanıp ketdi o. Televizor ko'radi. Telefon degen batareyasi isib, Ay basım. yerga qoladi. To'xta. Bunun bärin bir жерден алуга boladi. Tapdım. Mebel orayı. Uruspay tur, еш saçoq deb kiyuge, erinbesen, mebel orayına kelуге. Naq pul joq deb, haslar qiynalib jurme, variant ko'p, hatto bo'lib beruge. Hay, rahmet aysagan. Nega rahmet? Meni dinlaganing uchun. Şimdigilarda aytib jarılib, haz yetdim go. Ne go? Şaşmaysan bir. Al endi o'zining ajoyib hazillari bilan Chimbayskiy bir inimiz var. Roman Karimbeyev. Voy. Karimbayev. Әуелен баршаға ассалаумағалейкум, aziz заманластар, aziz ватанластар. Алдымызда тұрған қап-қара жігіт Роман Карымбаев, бес қаланың бірі Шымбай елатынан келдім. Түрім Шымбай сегенді айтып тұр ғой. Түрімнің Шымбайды беріп тұр да. Мына беттің өзі Шымбайдың жолын беріп тұр да. Бұжыр, кедір бұдыр деп тік кеттіріп. Біздің бетімменен Шымбайдың жолы бір-біріне қатты ұқсаста бір байланысла дейміз ба. Азында ерте тұрып, бетін сабынмен жуған кезден сабын ямларға түсіп кете береді, тік кетіріп. Ямларға түсіп кете береді да. Бірақ Құдайға шүкір деймін, бұдан бір 2 жыл бұрын менің бетім слишком жаман еді, тым қатты еді. Қазір бір 2 жылдан кейін тегісленіп бір келеге келді. Пока Шымбайдың жолы тыныштық еле, ояқ ел аман, жұрт тыныш. Шымбайский деген жүда бір Шымбайдың центрда тұрмайман. Шымбайдың бір ауылдық жерінде бір пәңкөтек ойнап өскен баламан ғой, негізі былай. Ана пәңкөтек деген бір өзің ойнамайсың ғой, үші қадын бір қасына 3-4 баланы жинап алып, кімдікі пәленшенгі деп паң қаттарып. Бір майданда бір өзің бір жаны айыр жүріп отыра бересің ғой. Ана 3-4 бала ойнайсаң, ана қасымдағы 3 ораң жарылмай қап, сенің жарылса, менің пәңкөтегім жарылды, маған пай берің давай деп. Ана өзің жұп шығап соғасаң, сөй паң қаттап жарып, біреуден пайын алсаң да. Кішкентайымыздан біреудің пайын жеп өскенбізді біздеріне. Соған үйренгенбізді кішкентайымыздан. Пәңкөтек ойнап болғаннан кешке таман, бір 5-лерге таман көшең балармен велик айдауға шығасаң. Ана велик айдап үйренудің тарихы қиямет, бастаған 3-тен бөлек, одан кейін орташа Кама деген безебетер. Одан кейін ең үлкені папаңның безебеті оғадыңғы, Урал деген. Сен алтыға таман сен ашығасаң, безебеттің ортасына кіріп алды деп айдайтын қой деп. Бала қатты айдап бартқаңдар, трикоңның бала сепке іліп қалады ғой, вай. Ана педал айланбай қалды деп, тупа бір 2 секундтың ішінде мынаққа жығылайын ба деп ойланып қап не бір. Мына қалай шығаралым деп ойламайсың, қаяққа жығылайын деп ойлайсың да анаманда не. Сеп епіліп деп, мынаққа оң жаққа көрпет тұрып құлап деп, балағың жыртып алып деп, қолың май болып, белсебет төп, сөгіп айтыр, үйіңе мал болып қайтасың. Одан кейін 1 жылайын бойың өсет, 4-ші класс боласың, ана белсебеттің қайттан апсыласың. Белсебеттің арасынан жып, үстіне мінесің ғой, рамның үстіне. Ана белсебеттің ерінде отырсаң, аяғың жетпей қалады, рамның үстінде тікейіп тұрып айтасың да деп. Мынаққа бассаң, мынаққа бат, ана не. Тапыр мотоцикл айдаған деп айтасың, ана бала беріліп қойды деп не. Үші омен балалармен жарысасың ғой, қатты айдап бартқанда бір алдынан дөң шығып қалады. Дөңнің ярына келген кезде белсебеттің бесоғды айланып кетеді ғой. Вай. Ана белсебеттің бесоғды айланып кетті, өші анаманда болды. Карымбаевлар шаңырақ тамам ұзманда. Жоқ. Сондай ойлар кетіп ебілет деп, дөңге мініп деп, белсебеттен түсіп деп, сакыр жіберіп, бала шағаң амалығын бергі деп қайтан кете беретін қой. Сөйтіп үйге баратын екен әйтеуір. Одан кейін мен үйге 6-тан 5 минут бұрын баратын едім. Себебі 6-тан басылап 6-та 10 үйдемен деген 10 минут davamında Қарақалпақстан ТВ-дан мультфильм беретін еді. Ана Қарақалпақстан ТВ-ның редакторының фантазиясы жоқ па бір. Пәм алыспаймын ана бір 10 минутлық уақыт қой бір Том и Джерри Маша Медведь бер. Анау 1 сағатлық мультфильмнің басын беріп қояды да анау. Не деген фантазия деймін да. Бір
сағатлық сериалды 7 күнге бөліп береді да, ананы сериал қылып береді да. Бірінші күн көрсең, екінші күн көрсең, үшінші күн көрсең, төртінші күн көре алмай қалсаң, бесінші күн көрсең, біреу өліп қалған, біреу аяғы сынып қалған. 4 күн көрген заяда анаманда күйіп кетеді да. Кішкентайымызда бір сериалға үйреткен да біздерді. Сериал дегеннен келіп шығады. Баяғылар сол бізде 3-ші класс уақытымызда бір өзбектің сериалы шықты. Опа сиңгиллар деген. Масқара хит болды ғой анау. Вай-во. Ең бірінші Өзбекстан ТВ-дан берді. Яштар ТВ-дан берді. Мәдениет пен Марифаттан берді. Махалладан берді. Кинотеатрдан берді. Одан кейін Диордан берді. Ең ақырында Қарбастан ТВ-дан берді. Бір сериалдың өзін 8 каналдан айландырды ғой. Біздер қайтпаймыз, до конца көреміз 8 каналдың бәрінен не? До конца көре берсең 8 мәрте қайтылып бер. Мен ойлаймын да, мына бізде сериалда актерлар емес, актер бізде танымаған шығар, ол жаңа неттағы 8 мәрте көре бергеннен кейін. Бірақ енді олардың бір сериалын бір түсініп алу қатты бір қиын емес. Бастағы 2 сериясын көрсең, ақырғы 2 сериясын көрсең, уже ортада не болғанын білесің, бастағы 2 сериалдан ақ. Анада қайненесі жаңа бір қасиетсіз болады. Жаңағы келіні көкбет болады. Ана күйеу баласы паткі болады. Олма сонымен уже ақырында жаңа бір екі қатынға үйленеді, сөйтіп тамамбадайды, быламын қылып, кәшінше болады. И одан кейін сағат 8:30-ға таман бір кино беретін еді, сериал. Ишани деген. Ана Ишаниді көрмеген адам жоқ шығар арасында. හැмеңізден көрген шығарсыз Ишаниді. Ана Ишани басылайды сағат 8:30 уақытында, и мен визит беремін. Мама, Ишани басылады, ата сериалың басылады, әже келе қойың деп. Ишани басылады деп. Сөйтіп жайлап шығатын едім. 43 минут ауымда болады, хамем ішіне алдық, неқта горшокта кішкентай бір братчикім басылаған кез. Мама, болды дейді, отсағызына көріп қалайықсыз, не қыламыз ғой деп. Ана сериал 45 минут болады ғой, 45 минуттың ішінде ана бала түсіп кетеді ғой горшоктың ішіне. Сөйтіп ол жүзі ана 45 минут ауымда көргеніміз бір ана ерін көзді 3 мәрте болған, қайталап бере береді, бұрмайтын деп айландырып алады кадрды, сонымен жоқ, ортада бір реклама, бітті бір сериал. 45 минут таусылды, атам күйіп пысып айта қойса болады ғой, атаңа нәліктің бала жақсы көрсең жақсы көремін деп айт деп. Әжем жылап жатыр, братчик ұйықтап қалған горшоктың үстінде. Біздің Қарекеңнің сериалы қайметті да ол деп. Ана көрді сериал шықты, Нұржамал, Айжамал деген. Бірден сериал басыланды. Ана біреу айтты, мен ана Айжамал жақсы көремін, айтайын ба деді. Давай айт деді. Барды Айжамал мен жақсы көремін деді. Бірінші сериалдан уже интрига бөліп қалды да. Ана Енеский сериалда бір 30 сериал айтады ғой ана бір. Ишани мен сені жақсы. Ана Ишаниді көрсең бір бірінші сериясында басылайды бір ең кейінгі бір 58-ге барып айтады ғой, Ишани мен сені жақсы көремін деп. Сол кезде ана менсінбей кетіп қалды, өзінше яқ деп анау. Мамасы қарсы болып болған. И одан кейін 1-2 жылдан кейін турецкий сериал басыланды, Ішкәріда Чұқыр деген. Ана сериалы масқара хит болды уақытында. Бір күн көріп қалдым, ішінде бір Ямаш деген бар екен. Ана Ямаш тағады бір 20 баламен ерекседі, сөйтіп ерексіп көшесіне қашып келеді, қатты қашып келеді, көшенің ортасына келіп деп ысқырады. Көшенің балалар тобырлап шығып келеді, ана сөйтіп алпыс бала қоршап алып, ана 20 бала тоқына отырып қалады, қайтып кетеді. Ананы көріп мен хәуес еттім. Көшенің балаларын шақырдым, бір 6 баланы шақырып алдым да. Давай жігіттер, бізден сондай қылайық, мен ысқырамын, сіздер шығасыз дедім. Яқшы болды братан деді. Сөйтіп бір күн қасым баламен ерегісіп қалдым, 3 баладан қашып кетпен, қашып кетті көшеге деп. Көшенің үйлер тобырлап шықты ғой бәрі. Көшеде адам бенде жоқ ана. Сөге сездің ғой мен ит адамның досы дегенді. Атаба бекер айтпағын ғой, ит опа, жора жапа деп. Сонманда сездім да мен. И одан кейін сериалы басыланды. Басқаша бір турецкий болады. И мен ол кез ол сериалды көрмей, атамның комнатасына барып, телевизорын қойып, Қарабастан ТВ-дан Қаралпақтың бір досың болсын деген сериалды көретін едім. Не болса да Қарекеңнің сериалына жетпейді. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге, жалғасаған баласы болды. Толеде көрсе берейік. Рахмет, біз давам етеміз. Енді негізі Қарақалпақ тілі сондай бай тіл ғой. Сондай Қарақалпақ тілі бай тілді даже өздеріміз таза сөйлей алмаймыз да, қиын оны таза Қарақалпақша сөйлеу. Даже деп жаңа мен өзім орысша қосып қойдым да. Жастанам сондай қиын.
мына біреулер айтады ғой ана тілімізді сақлайық мен айтамын оны кім жоқ қылайын деп жатыр деймін да өздеріміз негізі пайдалансаң тозып қалуы мүмкін біз пайдаланбаймыз ғой деп алып қоя береміз да онда не деген ауызекі бұл жазба әдебиет болмаған бізде ауызекі әдебиет деген ауыздан өтіп келгеннің өзінде 100 томлық фольклорымыз бар да егер жазба болғанда 1000 том болатын шығар деймін да себебі біздің қарақалпақ тілі сондай бай сол балаларымыз қиналып қалмасын деп біздер сөзбен емес әріплеп үйретеміз бірінші сөздерді әріплеп кәшіп беріп жатқанда аде қане аде о а деген әріпті үйренеміз о жақсы о деген әріпті үйренеміз болмай қалыпты ц деген әріпті үйретеміз сондай ғой дұрыс емес пе иә деген әріпті үйретеміз бізде әріплеп үйретеміз негізі бар ғой әріплеріміздің атлары бар ал балабы дейді балабы бөлінеді да бұлар бала б болса қыз қ қаяқта деймін да мен айтамын да вагон в дейді да вагон в бар жерде паровоз п болу керек алдында по моему да одан кейін хат қ дейді да ешкім хат жазбайды ғой қазір банктен келуі мүмкін қарызың бар деп налогтан келуі мүмкін басқа хат келмейді қазір әме смс-ке өтті сол үшін смс дегенді қосу керек та сол үшін құласы не қылсағам сол әріпті сөздерімізді әріплеп үйренсек қарақалпақ тілін зорға еплеп үйренеміз одан кейін не қыламыз самый главный ана тілі деп қоямыз да неужели чистый қарақалпақша сөйлеу қиын деп біздер орысша сөйлеген уақытта орыстар түсінбей қалады ғой негізі бар ғой біздердің орысшамыз сол үшін ана тілінде сөйлеп жүре беріңіз біз давам етеміз енді ортаға резиденттердің ішінде мен реклама қылып айтып қояйын жалғыз ғана үйленген бір жігіт бар менен басқа мистер Сала мархабат Ассалаумағалейкум бәрсеңізге қайырлы кеш қош келіпсіз. Енді басында айтайын, мен денсаулығым төмен, слабыймын, бірақ атым саламат. Өмірде де сондай адамдар болады ғой, аты затына мас келмейді. Мысалы, ислам деген жорам бар, көп ішеді. Қыздармен көп сөйлеседі. Өмірде сондай адамдар көп. Мысалы үшін Несибелі деген қыздар бар, лотарияда олма өтіп көрмеген. Ондан кейін Темірбай деген жорам бар, аяғы сынық. Өмірзақ деген жорам кеше қайтыс болып қалды бейшара. Байрам деген бала үйінде садақа күні туылған. Одан кейін Қоңыратбайдың пропискасы тақаташты. Азыда деген қыздар ауқат тасса, ішіне шаш шыға береді. Көмекбай деген жорам бар, адамға бір қайыры жоқ. Өмірде де сондай қарама-қарсылықтар, мысалы үшін баспагран дейді. Баспасаң су шықпайды одан. Баспасаң одан кейін су шығады. Ондан кейін өрнек базар, өрнек болалықта ешкім жоқ, әме өзлеме орын таласып қырылысып жатыр. Жер орта теңізі дейді, жердің ортасында емес, бәрін шеттен анаяқта ол. Турама дейді, турама деген ауқат бар ғой. Сілеге айтайын да, турамасаң турама болмайды ғой, тура емес па? Тура емес қой сол. Қызыл теңіздің суының реңі көк, бірақ қызыл теңіз. Шар базарда шар сатпайды, темір тесек белсебеттің анауынан сатады. Енді біздер өмірде әмме затты тереңіне ойламаймыз та, тек үстіріне ойланып кетеміз. Негізі ойланып көрсек қызыл заттар көп. Мысалы үшін базардағы қолдың үсті негізі малтікі. Рас қой? Бірақ қолдың үсті сатады. Көк пияздың реңі жасыл. Ойланып көрдіңіз ба? 3,2% үстің 3,2% үст болса қалған не зат? Ешкім ойланып көрмеді, Мына аты өшкөрдің аты елігі жеген бар, аты өшпеген. Марат мектепте ешқандай Маратла жұмыс істемейді. Аты Марат мектеп. Бір айна орайында ешқандай бір айна жоқ. Зданиасымен полный стеклянный отыру. Одан кейін Гелик Нүкус деген Инстаграмда сондай аккаунт бар. Ішін қарап көрсең, глен қара жентірала жүреді. Геликтің өзі жоқ. Ең қызық затын айтайын сілеге, әмеміз мектепте оқыған бізде, ең қызық жері мектепте мұғалімдер кітаптан тек керек жерлерін жаздырады. Мен айтамын да, кітапқа тек керек жерлерді жазғанда бұл емегенсің да? Сонша сөзді зая қылып. Енді бізде мектепте оқыдық, мектепте оқыған андай қызықтары болды. 9 класс біткен уақытта мұғалім айтатын еді бізге.
жеті бала болып оқыдық та, жетеуміз har жаққа кетеді, har кәсіптің иесі боласыз дейтін еді. Енді кеттік ауа, жеті кәсіптің иесі болдық, бірақ біздер бір жұмыста істеп жатырмыз, бәріміз жеті баланың бәрі. Нөкісте сабасып жүріппіз. Мен подсобник. Рахмет сіздермен болған, мистер Сала. Рахмет, мистер Сала. Біз давам етеміз. Мына светофордан өтудің өзінің қарақалпақша лайфхак дейді ғой, лайфхак деген жаңа мәслихат қой, былайын айтқанда. Оған неге лайфхак деп ат қойдық біздер? Мәслихат, ақыл айту деп қойса болады. Яман ақыл берудің шебермен ғой. Лайфхак, біздің қарекеңдер светофордан қалай өтеді? Так, келдің, жасыл жанып тұрма, өте бер. Сары жанып тұрма, жүгір, үлгересің. Қызыл жанып тұрма, жан-жағыңа қара, машин жоқ па, жүре бер деген да. Ол лайфхак. Кейін жұмыс істейтұғылар болса, мекемеде жұмыс істейтұғын, кеште бір жерге баруыңыз керек болса да, сол 6-ға дейін отыру шарт емес, 5:30-ларда әсте шығып кетсеңіз болады, бір зат сылтаулап та. Главное, 5-тен бір 5 минут, 10 минут өтті. 5-тен өтті, главное, да? Бірақ 6-ға бармай жүр, бірақ сен жұмыстан шығып баратқан уақытта қолыңа бір 4-5 документ алып шықта. Сен как будто бір мекемеге баратқандай болып шығасаң да, біріншіден басылық шығып қалса, екіншіден сыртынан көріп қалғанның өзінде, мынау үйіне қайтып бара жатырғанын біліп қойғанның өзінде, үйіне барбам бір жұмыс істей жақ екен ғой деген от түсінік болады. Кейін сол ертелеу қайтып кетіп сені басылық іздеді дегенді естісең бар ғой, түнгі сағат 11:30-ларда бір керек емес отчеттың бір затларын жібер, электронный қылып басылынған, ойласын үйінде де істеп жатыр ғой деп, не деген лайфхак қой, ақыл деген толып отыр ғой. Біздер ақыл береміз ғой адамдарға. Кейін мына сондай ақылымыз ғой, растынан ақыл беруге яман шеберіміз та, телевизор көріп отырып бар ғой, мынау 11 футболистке үйретіп отырамыз ғой, қайтып ойнап бар ғой, қисық аяқ деп түйсе бар, деп сөгініп бар ғой, Хәмме білеміз та, ана 11 білмейді та, ана бар ғой, ойнап білмеді бар ғой. Сөйтіп телевизор көріп отырып бар ғой, журналисттің қатесін шығарып отырамыз, өзі строитель жаңағы бар ғой, шабашка басып жүрген. Мынандай қыламыз сөйлеймін, қарап отырып отырып, сөйлесіп отырамыз ғой, приколласып бар ғой, жаңағы қате тапқышпыз та, яма қосқышлар, неге ана қосқышы микрофон неге деп ұстайды олар деп не жаңағы. Деп ұстамайды негізі микрофонды. Қатесін тауып отырамыз да, егер өзіміз қосқайды білмейміз, караокеге барған уақытта караоке қорыққаннан қоя ма балды, андай қылды. Ойран қалғанбыз ғой кеше қосықты. Мен қышқырсаң болды, бал қоя беремін мен. Караоке деген қосықтың бұзылып кететін жері сол. Негізі да, сондай бір ақылымыз, егер бір қоңсың жай сабатқан болса не дейіп абайлап көр, әмме келіп үйретеді ғой. Мен мынандай қылып жатсам ба? Мынандай қылу керек деп, әркім келіп үйретіп кете береді ғой жаңағы. Біз сондай ақыл бергішпіз та біздер ғой. Әзірдің өзіне телевизорда көріп отырып айтып отқан шығар, Юмірбек қоя қойса болады, мына не енді қарақалпақша стендап шығар, ауа біздер қарақалпақша стендап бастап жатырмыз. Рахмет. Енді бізде қатынасу еркін, әзірше төлемсіз деп қояды ғой, төлемсіз ғой. Бізге районлардан келіп қатынасып жатқан жігіттер бар. Әзір районский деп айтсаң, бір күйеуіне келіп, әмемізам районский, дым болмағанда районский и микрорайонский бөліміміз ғой біздер бар ғой негізі. Демек, Қалқабаттан келіп отқан Артықов, Ұлықбек. Ұлықбек Артықов, мархамат. Ассалаумағалейкум баршаға, стендапқа қош келіпсіздер. Басында бір зат сұрап кетейін, ырымға қатты сенетілер бар ма? Бір ырымшыл нелер. Ысқырма болмайды ысқырма ғой. Біздердің халық сондай бір ырымға сенетін халықпыз ғой, масқара. Мына телефонды алып шықты деп жаңағы елестіре бермең. Мына телефон деген зат бір адамның 12-ші мүшесі болып қалды ғой, расында. Мысалы, азанда телефонмен тұрасаң, түсте әбетің телефонмен жесең, тапса әбетің тартпай қалатындай. Кеште енді жатарда итагамыз телефонмен. Мысалы, бір телефонды негізі ап кіруге болмайтын жерлер бар, бірақ сөрге ап кіреміз біздер. Кәп жиналыс ақында кетіп жатыр. Жаңа
ырым деп жатырмыз ғой. Бағана бір қызық жағдай болды. Бір қоңсым жолда өтіп бара жатыр да. Алдын 5 метр, 5 адым алдында бір пышық тұрыпты. Жаңа қоңсым айтады, пышыққа қарап өтпе, мен сілерім өгін құспай қалады. Сондай ма? Қандай еді ырымды айтып беріңізші. Алдынан пышақ өтсе, сілер жүріспей қалады дей ме? Бірақ сол қоңсым мойнында 240 миллион кредит бар. Ана пышық өтсе жүріспей қалады. Қайта ана пышық аяп қарап тұрды, ана қоңсым өтіп ала қойсын соны. Ертең қайттан бір анау мына кредит қарызға батып кетсе, менен көріп жүреді, ертең көшеде көрген жерде айтып жүреді. Қараң, я? Рассан бір 300 миллион, 400 миллион қарызы бар, мына пышықтан болды кеше. Осы төлейді, білмеймін. Маған бір жаңадай бір көп берілетін сұрау бар, көп тұрғансай бой ақында. Мына бойды қаяқтан алдың дейді, как будто бір бойды бір жерде сатып атқандай магазинде. Бой сатып әкелді дегенді естіңіз ба, кім естіді? Жаңадай айтады, мына бойдан мағанын берсе азғандай өсейік дейді. Мен айтамын, менен бояғаныңмен өспейсен ал. Оң орнына кітап оқы, басқа зат қыл. Одан кейін кешегі мен өткен стендапымда автобус туралы хақында айтқан едім. Соң арқасынан бүгін Дамаспен келіп отырман. Ол неде емес, ақшасында емес, просто автобустар мінгізбей қалды. Бүгін түптекар таксисілер хақында айта жағым. Сөйтіп ажағама ойласам, ажаға сондай, ал таксилерді айта жақпан, хәзіл жасай жақпан, не қылайын десем, болады, інім өзің ол, бірақ кейін өгіске пияда барып қайтасың деді. Сонда да бір бәрі тиісіп кете жақпан, таксилерді айтпасам болмай жақ. Бағана осы стендапқа бір таксимен келдім. Жаңа такси келіп, аға неше сом болады десем, 40 мың сом болады інім дейді. Онша ма не аға, мына тұрған жер ғой, бір келісін кірің, не қылың десем, інім мен такси емеспен дейді. Мен айттым, Құдайға шүкір елем такси емес екенсің. Мен такси болсаң неше сом айтатын екенсің. Қараңда, бірақ қызық, олам такси емес, менем такси емес. Бірақ машин жүріп келді үсерге дейін. Қызықта, сонда такси қаяқта. Такси деп отырмыз ғой, бір түнгі 12-нің уақытында бір мына Шымбаев вокзалға барып көрген адам бар ма? Жоқ па? Бір қошаметлеп жіберің, бір қошаметлеп. Кеше сондай уақия болды, түнгі 12-нің уақытында тұрман Шымбаев вокзалда Қалқабатқа қайтуым керек. Бір Шымбайдың таксисіне айттым, ажаға сонда Қалқабатқа апарты неше сом болады? 150 мың сом болады деді. Жаңа астен километрді есапладым, уже Қалқабатқа мына құралым жер екен. Жүрсем болатын екен. Әйтеуір 4 сағат таңға дейін жетіп аламан. Қараңда 150 мың сом. 150 мың соммен кеше ашпам Әнжанға барып қайттым мен. Не деген, я? Кеше не қылсам, осы стендапты АТВ телеканалы өзі тікелей емес, ақпарат неге бірақ. Рахмет, сіздермен қысқаша әзілермен Ұлықбек Артеков болды. Ұлықбек Артеков. Рахмет. Достар, давам етеміз. Ендігі резидентіміз ел келді деген досымыз бар. Бір шапалақ қошеметтер. Ел келді. Әмеге, ассаламу алейкум. Бірден айтайын, опен бюджетке дауыс бермегелер бар ма? Мінерге келіңш. Айтың бірден, нөмірленсі айтпасаң ғана. Әммеңсің нерімізға тип болды ма? Біздің қарекең сондай ма? Басқаларды да сондай ма екен? Шыңғыл десе қырғын тегіземсі, я? Онан бизнес қып тунелдің аузына шығып кеттік қой, астағфиралла бала. Базардан Белайннан акция дегеннен зорға құтылып еген мынау шықты. Одан алдынан паспорт регистрация деген бар еді әйтеуір. Бірінен соң бір әйтеуір. Заман раважланып батыр ма білмеймін. Заман раважланып батыр ма, я біздер заманнан артқа қалып баратпыз ба? Замандан сәл артылау қайтып көрейік та,
бұрынғының телевизорлері қандай еді, техникалар қандай еді? Мысалы, бұрынғының телевизорлеріне қарайтын болсақ, бір велик тығып қойсақ істей беретін еді. Қазір телевизорлерге әбден подставка, үстіне андай ілдіріп қоятын, әбден кабель, антен, туннель, пульт, ой. Кешегіде картингке кірдім да, бір телевизорлердің сценасын көрейін, бір техника көрейін дедім. 40 миллион, 60 миллионға дейін телевизор бар ғой. Бұның не кереметі бар, қандай несі бар, бұның құдіреті бар десем, оны телевизорды көретін адамымен қосып беріп жіберетін ғой олар. Техника дейміз, техника темасынан ұзақласпаймыз. Мақсет ағаның, Юмірбек ағамыздың бір гәпі бар. Сен мақсетіңді сол дәрежеде жоғарыға қой, ол биік болсын, бірақ сен көзің көріп тұрсын соны. Соған жетемен деп әрекет ет дейтін еді. Менің кішкентайымнан мақсетім телефон алу болды ғой. Бірінші ұстаған телефоным әммен есіңізде бар шана 6300 деген телефон болатын еді. Жылтыр темір. Одан кейін 40 клавиш деген шықты. Одан кейін ASE дегендер шығатын еді. Кейін G1 шықты, G5 шықты әйтеуір. Қазір iPhone ұстап жүрміз. Просто мен айта жағым, мынандай телефон ұстадым деп мақтана жағым емес, мен просто ұстай берсеңіз өсеткендей жақпан да. Арасында студентлер бар ма? Студенттерге бір зат айтайын да, бақша жақсы еді, Бақша мен институттың жоғары оқу орнының бір ұқсас жері, екеуінде макарон жейсіз ғой. Бақшаның жақсы жері просто макаронды саған біреу пісіріп әкеп жегізеді ғой. Анады өзің пісіріп, күйіп пісіп, онан очеретке қойып, ол тұрмай қалады очеретінде, түрлі бәле болады ғой. Біздерде, қазір бір зат айтаман, сіздерде де сондай жағдай болған болса, бір қол шапатылап, бір қошеметтеп тұрасыз. Қой, тұра берсең керек болып қалады деген зат кімнің үйінде жоқ? Әмнің үйінде бар ма? Тұра берсін ау керек болып қалар деп не? Бірақ 10 жыл болды анаң үйде тұрғанына, түк пайдаланбады қал. 10 жылдан бері тұрды. Мусорға тастамаймыз оны не? Оны мусорға тастаса, оны мусорға деп қайта істейтіндерім қайтып алмайды да оны не? Бірақ тұрады сол. Не затлар тұрады? Бір құлақ істемей қалған наушник, шнур үзіліп кеткен зарядшник әйтеуір. Мынандай затлар бар біздерде. Мысалы, майонез аласыз ғой, шелекпен. Дұз сап қояман, әйтеуір, бір зат сап қояман деп үйге алып қояды. Дрождың шақшасын, дрождың несін шақша қылатын әйтеуір настойға. Мақсет аға, Юмірбек аға бір лайфхак айтып кетті, менен бір лайфхак, бір мәслихат айтып, ақылымды айтып кетейін, кіп-кіптеп алып. Үйіңізден андай керек болып қалады, тұра берсін деген зат болады ғой. Коробкаға сап қоясыз ғой. Сол коробканы бүгін барып, ішін ашып көрмең ол ма. Солайна мусорға тастап жіберің ол. Ішін ашып көрдіңіз бе? Ішін ашып көрсеңіз бар ма? Мусорға шықпайды ол ма. Сол затлар үйіңде тұрған затлар сенен қадірлі солар. Егер де соны тастап жібересіз ғой, ізге кетіп баратыр, ойланасыз ғой, қайттан бір ашып көрейінші, ішінде не зат бар екен ай деп. Қайттан ашып көресіз да, сөйтіп кемінде ішіне 4 затты қайтып алып келесіз ғой үйіңізге. Басатын жоқ болып кеткен тырнақ алғыш, шыныр үзілген мишке тышқанша. Не болса да қадіріміз бәлент болсын, бір-бірімізге сыйластығымыз күшті болсын. Рахмет, әмеге.